Тұрғын үй және жер салығын төлеу оңтайландырылды. Бүгінде бұл екі салық түрі бір ғана мүлік салығына біріктіріліп төленуде. Мемлекеттік кірістер комитеті ел азаматтарына 2022 жыл үшін мүлік салығын 1 қазанға дейін төлеу қажеттігін ескертуде. Жеке тұлғалардың мүлік салығы 1 қаңтар 31 желтоқсан аралығындағы кезең үшін тұрғын үйдің бағалау құны мен жер учаскесінің ауданының көлеміне қарай есептеледі. Жылжымайтын мүлікке салық салу тәртібі туралы маман әңгімелейді. Көп қабатты үйлердің тұрғындары тек мүлік салығын төлейді. Олар жер салығынан босатылған. Өте маңызды бір ақпарат бар. Жеке тұрғын үй құрылысы салынбаған, жер учаскесі бар. Жеке тұлғалар үшін салық сомасы базалық ставкалар бойынша, яғни көтерілген ставкалар бойынша есептелінеді. Және бұл жағдайда салықты үлкен сомасы туындайтыны білу маңызды. Есептелінген сомалар туралы Е-салық азамат мобильді қосымшадағы алдағы төлемдер деген сервисінен білуге болады.